Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Сарсенова Глипа Жанибековна. Сіздерге мен бүгін Wordwall платформасын қалай қолдануға болады, және оның тиімді жағын сіздерге айтып өтпекшімін. Wordwall өте тиімді, кез келген пәнге қолдануға болатын ыңғайлы платформа. Ол үшін сіздер Google-ға кіру арқылы өздеріңіздің аккаунттарыңызбен және парольдар теру арқылы сіздер тіркеле аласыздар. Менде тіркелген мұнда. Мына жерге Wordwall деп ағылшын тілінде жазасыздар. Ал менде ол жаңа пайдаланғандықтан менде ашық тұр, сондықтан мұны мен үстінен баса қойсам, мұнда бірнеше тапсырманың бірнеше түрі шығады. Өздеріңізге қажетті кез келген таңдай аласыздар, кез келген тапсырманы. Мен бірінші тапсырманы қазір ашып көрейін сіздерге. Мұнда бірнеше өте көп тапсырмалар бар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолданасыздар. Менің пәнім ағылшын тілі болғандықтан мен ағылшын тілінде бұны қолданамын. Және өте тиімді. Қазір мен екіншісін ашып көрейін мұндағы тапсырманы. Мұнда осылай беріліп тұр. Бұны экраннан сіздер үлкейте аласыздар. Ол үшін шеттегі тұрған белгіні шерте қойыңыздар. Және мұнда дауысы бар. Дауысты басып қоюға болады, немесе дауысын шығаруға болады. Баса қойыңыздар. Сіздерге квиз-шоу шығып жатыр. Мұнда 10 сұрақтан тұрады. Балаларға осылай сұрақ береді. Санауға келетін және санауға келмейтін зат есімдерге байланысты жаттығулар берілген. Мына үстінде тұрғанда, көріп тұрғандарыңыздай сызық кетіп жатыр. Мұнда секунд, яғни уақытын көрсетіп жатыр. Балалар үлгеру үшін осыны ескертіп айту керек, және мына дұрыс жауаптың екеуінің біреуін таңдау керек. Мынаны санауға келмейді, балалар бұл материалды біледі, сондықтан тез арада басып үлгеру керек. Дұрыс жауапты таңдап үлгеру керек. Дұрыс жауап таңдалды. Және мұнда балл береді. Екіншіні дәл солай жасай беруге болады. Мұнда да дәл солай сызық кетіп жатыр, үлгеру керек. Берде оны санауға келмейді, сондықтан балалар екі жауаптың біреуін таңдау керек. Мұнда да дұрыс жауап. Осылай дұрыс жасаған үшін оларға балл қосылып отырады. Және мұнда дәл осы тапсырманың жанында бірнеше әртүрлі тағы да тапсырмалар жиынтығы тұр. Мысалы, мұнда случайное колесо деді. Бұны басып көрсеңіздер, мұнда да тапсырмалар беріледі. Бұны да үлкейтуге болады осылай. Санауға келетін және санауға келмейтін зат есімдерге байланысты суретті тапсырмалар келеді мұнда. Екі жауаптың мұнда біреуін санау керек, таңдау керек. Дұрыс жауапты осылай белгілеу арқылы балалар тапсырма жасайды. Келесі тапсырманда осылай келесі жауапты да дәл осылай іздеуге болады. Мысалға, мұнда тағы да 10 шығып отыр, бұл да бізге санауға келмейді, сондықтан балалар бұны біледі, дұрыс жауап беріп жатады. Кейде қателескен жағдайда түсіндіріп өтсеңіздер болады. Міне осылай жалғастыра беруге болады. Келесі мұнда викториналар бар, немесе анаграмма бар. Анаграмма мынаны қарсаңыздар, сіздерде сөздерді дұрыс. Мұнда дұрыс жазу үшін үйретуге болады. Мысалға, мына жерде қандай сөз шығу керек. Берде матч сөзі шығу керек. Балалар әріптерді дұрыс орнына қою керек. Сол кезде ол тағы да дұрыс бұрыстығын өзі айтып отырады. Матч. Сөз шығу керек. Балалар дұрыс жазатын болса, оларға балл беріліп отырады. Міне осылай қолдана аласыздар. Осылай бірнеше түрін сіздер қолданып сабақта пайдаланасыздар. Тек қана ағылшын тілі емес, кез келген пәнге қатысты. Неге Wordwall-ға терсеңіздер, мысалы бастауышқа әріптерді, немесе зат есім, немесе сын есім, немесе сан есім деген сияқты өздеріңізге қажетті материалды теру арқылы жасай аласыздар. Осымен сіздерге өте пайдасы тиеді деген үміттемін. Сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Сау сәлеметте болыңыздар.